Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Корпоративтік басқару пәні бойынша жаппай ашық онлайн курсымыз жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз корпоративтік қатынастардың қатысушылары. Заманауи экономикалық жүйеде корпорация жай ғана оқшауланған құқық субъектісі немесе өндірістік активтердің жиынтығы емес. Заманауи неоинституционалдық экономикалық теория аясында ол келісім шарттардың тоғысу нүктесі болып табылады. Нобель сыйлығының лауреаты Рональд Коуздың еңбектерінде негізі қаланып, экономистер Майкл Джонсон мен Уильям Мэклинг тарапынан дамытылған бұл тұжырымдама фирманың әртүрлі экономикалық агенттер арасындағы айқын және айқын емес келісімдердің күрделі желісі болып табылатынын айта кеткен жөн. Бұл жүйеде әрбір қатысушы белгілі бір ресурс түрін енгізеді. Мәселен, акционерлер барынша жоғары тәуекелге ұшырайтын қаржылық капиталды ұсынады. Олар таза пайдаға үміткер қалдық меншік иелері мәртебесіне ие. Келесі менеджмент. Мұнда белгіленген сыйақы мен ауыспалы бонустардан үміттенетін өзіндік адами капиталды басқарушылық құзыреттерді инвестициялау процесі. Кредиторлар бұлар қатаң заңды қорғалған борыштық қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Персонал не істейді? Персонал жедел жұмыс уақыты мен мамандандырылған дағдыларын алса, ал мемлекет салықтық түсімдер үшін институционалдық шеңберді қалыптастырады. Бұл келісімшарттар желісі ақпараттық асимметрия және оппортунистік мінез-құлық мәселелеріне міндетті түрде тап болады. Қатысушылардың мүдделері сәйкес келмейтіндіктен бақылау құқықтарын бөлу және транзакциялық шығындарды азайту механизмі ретінде корпоративтік басқаруға деген іргелі қажеттілік туындайды. Осы орайда корпоративтік бақылаудың екі контурын атап өту керек: ішкі контур және сыртқы контур. Ішкі контурда акционерлер, директорлар кеңесі, атқарушы менеджмент арасындағы фидуциарлық қатынастар, сыртқы контурда кредиторлар, реттеуші мемлекеттік органдар және экологиялық әлеуметтік стейкхолдерлер. Доктриналардың терең салыстырмалы талдауы шейхолдерлерге қарсы түсіндіріледі. Бұл жерде корпоративтік басқару жүйелері эволюцияның негізінде екі іргелі идеологиялық парадигманың ғасырлық текетіресі жатыр. Мұнда shareholders supremacy доктринасы бар, яғни акционерлер мүдделерінің басымдылығы. Англо-американдық құқықтық жүйеде ақш, Ұлыбритания дамыған бұл модель Милтон Фридманның бизнестің жалғыз әлеуметтік жауапкершілігі пайданы арттыру деген принципіне негізделеді. Мұнда директорлардың фидуциарлық борышы тар бағытта сипатқа ие, акционерлік құнды барынша арттыру модельдің артықшылығы мақсаттың айқындылығы мен өлшемділігі. Алайда оның басты кемшілігі корпоративтік шорт-термизмге, яғни қысқа мерзімдік тоқсандық нәтижелердің соңына түсіп, ұзақ мерзімді инвестицияларды шектеу тәуекеліне әкелетіндігінде. Стейкхолдер теория доктринасы Эдвард Фриман тарапынан әзірленген. Бұл тұжырымдама құрлықтық Еуропа мен Жапонияда басым. Ол корпорацияны бүкіл қоғам үшін
құндылық қалыптастыратын әлеуметтік институт ретінде постулаттайды. Ірі компаниялардың байқау кеңесіндегі орындардың жартысын заң бойынша еңбек ұжымы иеленетін немістің бірлесіп басқару жүйесі бұған жарқын мысал. Модельдің артықшылығы жоғары әлеуметтік тұрақтылық, ал кемшілігі басқарушылық жауапкершіліктің өзгеріске ұшырауы. Экономист Майкл Дженсен әділ атап өткендей, бәріне есеп беретін менеджмент қорытындысында ешкімге есеп бермейді, дейді. Заманауи синтез. Enlightened Shareholder Value 2026 жылдың стандарты. Бүгінгі таңда бұл жасанды дуализм еңсерілді. Әлемдік нарық саналы акционерлік эгоизм тұжырымдамасына табан тіреді. Ол директорлардан акционерлердің игілігі үшін компанияның табысын барынша арттыруды талап етеді. Бірақ бұл ретте қызметкерлердің, жеткізушілердің экология мен жергілікті қауымдастықтың мүдделерін міндетті түрде ескеруді жүктейді. Стейкхолдерлердің мүдделерін ескеру енді қайырымдылық емес, компанияның ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығының бұлжымас факторы болып танылады. Практикалық кейс. Данон корпорациясы француздық, осы жерде бір практикалық кейс айтады. Данон корпорациясы француздық Данон корпорациясы гиганты стейкхолдерлық модельдің флагманы болып табылады. Заңды түрде миссиясы бар кәсіпорын мәртебесін қабылдады. Алайда CEO Эммануэль Фабер әлеуметтік және экологиялық күн тәртібіне басымдық бергенде компанияның қаржылық көрсеткіштері жүйелі түрде нашарлап, акциялардың жалпы табыстылығы 24%-ға төмендеді. Сыртқы белсенді инвесторлар Artisan Partners және Bluebell Capital Hedge қорлары араласып, менеджмент әлеуметтік миссияны операциялық тиімсіздікті жасыру үшін пайдаланды деп айыптады. 2021 жылы Фаберді қызметінен босатты. Бұл жалпы кейс корпорация әлеуметтік миссияларды оның базалық экономикалық моделі бәсекеге қабілетті қаржылық пайда әкелгенде ғана табысты орындай алатын дәлелдейді. Корпоративтік басқарудағы агенттік қақтығыстардың типологиясы. Неоинституционалдық талдау аясында корпоративтік қақтығыстардың базалық құрылымы агенттік теориямен сипатталады. Принципл өзгенің капиталын басқаруды агентке тапсырады. Осы тұста мақсаттардың сәйкес келмеуі мен ақпарат асимметриясына байланысты заңды әрі экономикалық агенттік шығындар туындайды. Оны математикалық түрде формуламен көрсетеді. Және мына жерде көрнекілік үшін слайдта сіздерге осындай сызба түрінде ұсынып отырмын. Жалпы бір типті агенттік қақтығыс, бірінші типті агенттік қақтығыста акционерлік капитал барынша шашыраңқы англо-американдық модельге тән. Капитал қатты шашыраңқы болған кезде ұсақ инвесторлар бақылауға ресурс жұмсағысы келмейтін тегін жүруші мәселесі туындайды. Сызбада барлық көрініп тұр, түсінікті болса. Нәтижесінде бақылау әлсірейді және менеджмент бос ақша ағынын дивидендтер төлеудің орнына ішкі қажеттіліктерге қайта бөлінеді. Ал екінші типті агенттікте мұнда қақтығыс басқаша. Капитал қатты шоғырланған дамушы нарықтармен құрлықтық Еуропаға тән. Мұнда бақылаушы акционер менеджментті құрал ретінде пайдалана отырып, корпорацияның байлығын өзінің жеке пайдасына қайта бөлінеді. Бұл халықаралық тәжірибеде активтерді экспропорциялау немесе туннелдеу терминін алды. Салыстырмалы зерттеулер көрсеткендей, туннелдеудің 3 тобы бар: мүліктік, қаржылық және корпоративтік құқықтық.
Туннелдеу анатомиясы және қорғау механизмдері. Салыстырмалы туннелдеудің түрлері мынадай бар. Қорғау тетіктері: кумулятивті дауыс беру, артықшылықты сатып алу құқығы, тәуелсіз аудит, яғни 10%-дан жоғары акционерлер, және дұшпандық ұштап алу қатері бар. Ары қарай осындай бір өте қызықты кейс бар. Сол бойынша ақпарат бұл жерде ұсынылған практикалық кейс. ТНК ВР-дегі корпоративтік қақтығыс. 2003 жылы құрылған бұл компания 50-50% үлесі бар тең құқықты бірлескен кәсіпорын болды. Bir тарапта британдық BP, кешіріңіздер. Екінші тарапта ресейлік олигархтардың AAR консорциумы тұрды. Бұл құрылым бастапқыда институционалдық тығырыққа әкелді. Инвестициялық көкжиектер сәйкес келмеді. BP пайданы арктикалық барлауға реинвестициялауды көздесе, AAR ағымдағы жобалары үшін ең жоғары дивидендтерді талап етті. Соғыс өршіп, BP-дің Роснефтпен альянсы Стокгольм арбитражы арқылы бұғатталды. Осы кезде CEO Роберт Дадлиге визалық қысым жасалып, компания параличке ұшырады, яғни мешеулікке барды. Қақтығыс 2013 жылы компанияның 100% акциясын Роснефтке $55 миллиард толық сатумен аяқталды. Кейсте көріп отқаныңыздай, тығырықтан шығудың икемді құқықтық құралдары болмаса, мажоритарлердің агенттік қақтығысы бизнестің институционалдық тұтастығын бұзады. Директорлар кеңесі корпоративтік бақылаудың орталық органы ретінде. Агенттік шығындарды барынша азайтудың басты механизмі директорлар кеңесі. Ол екі негізгі функцияны атқарады: бақылау, қадағалау және стратегиялық. Халықаралық тәжірибеде оның екі моделі бар: англо-американдық унитарлық модель және германдық екі деңгейлі модель. Бақылаудың объективтілігін қамтамасыз ету үшін заманауи тәжірибе директорлар кеңесінде атқарушы емес, тәуелсіз директорлардың басым болуын талап етеді. Тәуелсіз директор компания мен оның менеджментімен немесе мажоритарлық акционермен ешқандай туыстық, еңбек немесе іскерлік байланысы жоқ сыртқы маман және халықаралық биржалар стандарттары бойынша аудит, сыйақы, кадр және корпоративтік басқару комитеттері тек осындай тәуелсіз директорлардан құрылуы тиіс. Корпоративтік құқық әрбір директорға екі іргелі фидуциарлық міндет жүктейді. Істі ұқыпты және қырағылықпен жүргізу міндеті. Директор шешім қабылдамас бұрын материалдарды терең зерделеуге міндетті. Мұнда директорларды қорғайтын іскерлік пайымдау ережесі, құқықтық доктринасы жұмыс істейді. Егер де мұнда шешім адал ниетпен және мүдделіксіз және жеткілікті ақпарат негізінде корпорацияның ең жоғары мүддесі үшін қабылданса, соттар директорларды шығындар үшін жауапқа тартпайды. Сот тек дөрекі немқұрайлылықты ғана жазалайды. Жалпы қорытындыға келген кезде, заманауи корпоративтік қатынастардың архитектурасы бұл жай ғана қағаздағы ережелер емес, бұл акционерлердің, менеджменттің және барлық стейкхолдерлердің мүдделерін теңгерімде ұстап, агенттік шығындарды азайтуға бағытталған тірі құқықтық және экономикалық механизм. Назар аударғандарыңызға рахмет. Жалпы сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын.